Ақтөбелік намазхан жігіт бастан өткен адам сенгісіз оқиғаны баяндады. 5 баланың әкесі ірі жол апатынан аман қалған. Ажалдан ғайыптың күшімен аман қалған тұрғынның сөзінше, оқиға болған күні жолдас жігіттің джип маркалы көлігін мініп, Ембіден қалаға қарай жолға тартқан. Жол көктайғақ, оның үстіне бұршақ араласқан қар жауып тұрды. Кеш қарайғаншақ, алдың әрең көрінеді. Жол бойында балалы әйел қолын көтеріп тұр екен. Көлік біреудің аманаты болғандықтан оларды ала алмадым. Ұзамай алдымда қол көтеріп тұрған тағы 2 жолаушыны көрдім. Қарт кісілер екен. Көлік біреудікі. Оның аманатын ойлап, оларды да мінгізе алмадым. Жылдамдықты асырмай келе жаттым. Қалаға жетпей жол бойында көлігім шыр айналды. Қасқағым сәтте көлігімнің неше рет айналғанын білмеймін. Белдікті тақпай отырған едім. Денемнің сол кезде темірге соғылмаған жері қалмады. Деген намазхан жігіт жаналғыш періштені қалай көргенін айтты. Сенесіз бе, сол кезде жаналғыш періштені көрдім. Ол сондай үлкен болды. Оның қасында көлік кішкентай қорап секілді болып қалды. Дәл қасымнан демалғанын сезіп тұрдым. Алғашында тілім калимаға келмей жатты. Сүрелерді оқып, тілімді калимаға келтірдім. Бір сәтке кеудемнен жаным шығып кеткендей, сол кездегі жағдайды сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Көліктің ішінде жатқан денемді көріп тұрдым. Тозақты ойлап қорқып жатырмын. Айтса ертегі секілді аспанның ашылғанын көрдім. Артынан жарық күн шығып тұр. Жаналғыш жүр деп жатқан секілді. Мен дүниені, отбасымды ойлап жатырмын. Сол кезде қасыма жақындаған адамдардың аяғының дыбысы естілді. Өліп қалған шығар, жақындама деп айтып жатыр. Бірақ маған сол адамдар көмектесті. Түгі қалмай майысқан көліктен шығарып алды. Сол кезде есімді жидым. Алдым жарқырап тұрды, дейді отағасы. Жол апатының болғанына 1 айға жуық уақыт өтсе де, 5 баланың әкесі сол оқиғаны әлі ұмыта алмай жүргенін айтады. Дүние қасқағым сәт деген рас екен. 3 минуттың ішінде бүкіл өмірім көз алдымнан өтті. Тәубеге түсіруші Алланың құдіреті шексіз. Мен артық ештеңе айта алмаймын. Жолда кездескен адамдарды мінгізгенімде олар аман қалмас еді. Сол оқиғаны әлі ұмыта алар емеспін, дейді намазхан ер адам.